Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, сіздермен бүгін мен Жақсылық Санжар, Құрамыс Мирас және Таңсықбай Нұрмұхамед. Сәлем. Бүгінгі подкастымызға қош келдіңіздер. Бүгін біз қоғамдағы ең маңызды тақырыптардың бірі жастар және болашақ жайында сөз қозғаймыз. Себебі жастар елдің ертеңі, мемлекеттің тірегі, қоғамның қозғаушы күші болып есептеледі. Өте дұрыс айтасың, Санжар. Әрбір мемлекеттің дамуы жастардың біліміне қарайды ғой, негізі тәрбиесі мен белсенділігіне байланысты. Негізі егер жастар білімді және еңбекқор болса, елдің болашағы да жарқын болады деп сенемін. Сондықтан жастарға үлкен сенім артылады. Негізі қазіргі жастардың мүмкіндігі өте көп қой негізі. Бұрынғы заманмен салыстырғанда бүгінгі таңда білім алуға, тіл үйренуге, кәсіп бастауға үшін дамытуға көптеген жағдайлар жасалған ғой негізі. Бәрі қолжетімді дейсің. Негізі интернет арқылы әлемнің кез келген ақпаратын үйренуге болады ғой негізі. Негізі бұл үлкен мүмкіндіктер в общем айтқанда. Жалпы мүмкіндіктері көп болған сайын жауапкершілік те арта түседі ғой негізі. Кейбір жастар уақытын бос өткізіп, әлеуметтік желіде тәуелді болып отырады. Мысалы, телефонға да қазір жастардың көбісі кішкентай даже сәбилерімізге дейін әлеуметтік желіде отырады. Өз уақыттарын дұрыс қолданбайды, былай айтқанда. Ең қымбат байлық, оны дұрыс пайдаланбау. Дәл солай. Бірақ негізі ол барлық білімді үйренгенімен оны өз мақсатын анықтау керек та, өзінің өмір жолын неге бейімді екенін біле білу қажет. Өмірде нақты мақсаты бар адам ғана жетістікке жете алады ғой негізі. Егер бүгіннен бастап әрекет ете білсең, ертең оның жеңісін, еңбегін, жемісін көреді анық деп ойлаймын. Енді тағы бір маңызды мәселе туралы айта берсем, ол үшін тәрбие туралы ол. Егер андай білімді болу, жеткіліксіз адам, тәрбиелі, мәдениетті, адамгершілігі мол болу керек негізі. Үлкен сыйлау, кішіге қамқор болу керек негізі. Қазақ жастарының тән қасиет болу. Қазақта мынандай сөздер айтады ғой, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы дейді. Жалпы енді бұл сөз көп адамдар бұл сөз дұрыс түсінбейді. Потому что қазіргі жастардың білмеймін, олар білімге құштар емес деп айтсам да болады. Қызығушылықтар тек қана телефонға, жаңа телефон алсам, жаңа заттар алсам, айфон алсам деген сияқты. Жалпы сондықтан білім мен тәрбиені қатар алып жүру керек деп есептеймін. Қазіргі таңда жастар арасында кәсіпкерлікке қызығушылық артып келеді негізі. Бұл өте жақсы құбылыс деп санаймын. Өз кәсібін, өзінің бизнесін ашып, енді тәй басып келе жатқаны ел экономикасына үлес қосады, себебі бұл көп батырлықтың несін білдіреді ғой. Өзінің сенімділігін не алады да. Келсем. Енді сонымен қатар спортпен айналып жатқан жастар да көбейіп келе жатыр негізі. Денсаулық ең үлкен байлық. Спорт адамды шынықтырады ғой негізі, тәртіпке үйретеді және ерік күшейтеді ғой негізі. Спортпен айналысқан дұрыс қой балалар. Кез келген адам спортпен айналысқан дұрыс қой. Құрметті достар, келесі кезекті әсем әнге берейік. Сезімнен жүріппін жырақтай, қателік екенін мен ұқпай. Көргелі өзіңді, өзгерттім сөзімді, ойымды тек бұрып сен жаққа. Қарағым ай, сасылып қарадың ай, жүректі тура дәлдеп, жебеңді қададың ай. Қарағым ай, таңдаған жұлдызымдай, ісіңді тындырдырмай, жүрекке обалмай. Бар екен айтарың, саған жаным айтарым, тартынбашы кел жақын. Көздегенмен болайын адамың, тек нық болсын адамың, мендік жүрек қалауым. Қарағым ай, сызылып қарадың ай, жебеңді тура дәлдеп,
жүрекке қададың қарағым-ай таңдаған жұлдызымдай ісіңді тындырдырмай жүрекке обалдың сызылып қарадың ай жебеңді тура дәлдеп жүрекке қададың ай жүрекке қарағым ай таңдаған жұлдызымдай ісіңді тындырдырмай жүрекке обалдың жүрекке обалдың жебеңді қададың жалпы жастардың тағы бір артықшылығын айта кететін болсам, жаңашылдыққа жақын болуы. Олар жаңа технологияны тез меңгереді. Тез қабылдай алады ғой, жалпы айтқанда. Жаңа технология тез меңгереді, заманауи ойлайды, өзгеріске бейімделеді. Бұл қазіргі заманның талабы десек те болады. Иә, дұрыс қой, себебі біз өзімізбен бірге гаджеттердің жаңағы технологияның дамыған заманда өмір сүріп келе жатырмыз ғой. Бірақ кейде жастар арасында жалқаулық, жаңағы немқұрайлылық, қандай ситуацияларды жеңіл қабылдауы, тез байығысы келетін сияқты, тез андай жаңағы байығысы келетін сияқты қандай теріс ойлар келеді көбінесе. Мұндай қасиеттер бірақ адамды алға жетелей бермейтіні анық. Керісінше еңбекқорлық пен сабыр ғана үлкен жетістікке жеткізеді деп ойлаймын өз басым. Ойыңызға қатты келісемін. Иә. Негізі әрбір жас өзіне сұрақ қою керек қой, мен еліме қандай пайда әкелемін, болашағым үшін не істеп жатырмын, осындай ой адамды дамуға қалай жетелейді дейтін сияқты ол. Иә. Жаңағындай. Жалпы елімізде болашақ жастардың қолында деп те бұл сөз бекер айтылған сөз емес қой, бұл сөз астарын түсінетін болса да неткен керемет сөздер жатыр деп есептеймін. Өйткені қолынан барлығы кеп тұрған жастарды бәрі өздеріне тартып алғысы келеді. Өйткені ол айтады ғой, 3 адамның жұмысын бір адам атқарса, сол адамға конкуренция көп болады. Иә. Сондықтан жастар бос уақытын тиімді өткізіп, жаңағы кітап оқып, білім алып, пайдалы ортада жүргені өте дұрыс. Себебі жақсы орта, жақсы адамды қалыптастыра біледі ғой негізі. Сенің досың кім, мен сенің қандай екеніңді айтып берейін деген мақалда бар ғой негізі. Досым қандай екенін жаңағы. Негізі адамға негізі армандамаңыз ол. Арман жоқ адамның негізі мақсаты болмайтыны, ал мақсаты жоқ адамның өмірге көшу. Қызығушылық қажет. Өмірде өз жолын таба алмайды. Сондықтан негізі арманда, негізі үлкен армандарды орындап, соған қарай нақты қадам жасау керек та негізі адам. Иә. Егер бүгін өзімізді дамытсақ, ертең қоғамға пайдалы азамат болып өсеміз. Бүгінгі жас ертеңгі тұлға деп бекер айтылмаған ғой. Иә, негізі біздей жастарға сенім керек, негізі қолдау керек, және мүмкіндіктер жасалып, мүмкіндік керек дейміз, бірақ негізі мүмкіндіктер жасалып жатыр. Соны біз қолдана білсек, биік белестерді бағындырамыз деп сенемін мен өзіме негізі. Енді құрметті тыңдармандар, сіз жас болсаңыз, уақытыңызды бағаласаңыз, өзіңізге сенсеңіз, әрекет етіңіз. Себебі дәл қазір бастаған еңбек ертең үлкен нәтижеге айналады. Жалпы бүгінгі біздің подкастымыздан түйінген сөздеріміз, ойларымыз жастар елдің күші, үміт және болашақ деген. Жалпы біз жастардың барлығы қазіргі заманда жастардың қолында деп бекер айтпайды ғой. Өйткені қазір көп адамдар жастар арқылы дамиды. Яғни біз өзіміз жастар сол нәрсені дамытамыз. Білім жүйесі болсын, оқу жүйесі болсын, барлығын біз өзіміз дамытамыз. Кез келген жерде, кез келген мекемеде. Иә, дәл солай. Енді әр жас өз болашағына жауапкершілікпен, немқұрайлықсыз емес, былай жауапкершілікпен қараса, барлығы болады деп ойлаймын. Енді айтқымыз келген, білім алып, еңбектеніп, армандарымызға бірге жетейік, менің айтқым келген осы ғой негізі. Иә. Енді келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Сау болыңыздар.